Бүгін біз өзімізге қымбатты жанды ағамыз, туғанымыз, жақынымыз Абдраман Қуанұлын еске аламыз. Бұл бейнеролик оның өмір жолына арналған естелік қана емес. Бұл біз оның қарындастары мен інісі, ағамыз туралы жүрегімізге сақталған естеліктерімізге арналған сағыныш. Біз оны дәрігер, хирург, ұстаз, басшы ретінде ғана емес, ең алдымен ағамыз ретінде еске аламыз. Мантаев Абдраман Қуанұлы 1951 жылдың 12 мамырында әкесі Қуан мен анасы Жұматайдың отбасында дүниеге келген. Абдраман отбасының екінші перзенті. Оған дейін 1949 жылы дүниеге келген Мұқан небәрі 28 күн өмір сүріп шетінеп кеткен болатын. Сондықтан Абдраманның дүниеге келуі отбасына қуаныш пен алаңдаушылықты әкелді. Әжесі дәмелі жас ананы босандыруға жібермей, жаңа туған нәрестені 90 жастағы көрші әженің орамалына орап, түрлі ырым-жоралар жасаған екен. Бұл әженің кішкентай немересінің амандығын тілеген жүрек жарды алаңдаушылығы еді. Абдраман Қуанұлының бала кездегі тағы бір қызықты естелігі оның Андрей Қуанович деген атпен танымал болуы. 1959 жылы ағасы Абдрахим үйленіп, шаңыраққа түскен жас жеңгесі қазақтың ат таңу, ат қою дәстүрі бойынша кішкентай қайнысына Андрей деп ат қояды. Содан бері жақындары, таныстары, тіпті қызметте де Андрей Қуанович деп аталып кеткен. Әкесі қызмет бабымен Қарабұтақ, Новороссей, кейін Алға қаласында болды. Абдраман Алға қаласындағы номері 3 мектепте білім алып, бітіргесін Алға химия комбинатында электрик болып жұмыс жасады. Кейін Ақтөбе мединститутына оқуға түсті. 1973 жылы өзінің курстасы Камалова Балышқа үйленіп, оны өмірлік жары қылды. Өмірге Қайрат пен Мират келді. Институтты бітіргеннен кейін жас маман жолдамамен Комсомол ауданына жіберілді. Еңбек жолын жас хирург ретінде бастады. Аудандық жерде дәрігерлерге артылар жауапкершілік өте жоғары еді. Жас маман ретінде күрделі операциялар жасап, кәсіби шыңдалып, батыл шешімдер қабылдайтын жауапкершілікпен баға жетпес тәжірибе жинады. 1979 жылы Ақтөбе қаласына қоныс аударып, Теміржол ауруханасының хирургия бөлімінде және Ақтөбе медициналық институтында оқытушылық қызмет атқарды. Кейін Қандағаш аудандық ауруханасының бас дәрігері қызметіне жіберілді. Осы кезеңнен бастап оның ұйымдастырушылық басқару қабілеті айқындала түсті. 1993-98 жылдары Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау бөлімінің бастығы қызметін атқарды. Бұл денсаулық сақтау саласы үшін өте күрделі кезең болатын. Қаржы тапшылығы, медициналық мекемелердің материалдық жағдайы, көптеген әлеуметтік мәселелер басшылықтан үлкен жауапкершілікті талап етті. Осындай қиын кезде облыстық, қалалық емдеу мекемелерінің бас дәрігерлерін ұйымдастырып, ғимаратты, олардың жөндеу жұмыстарын, қалпына келтіру жұмыстарын атқарды. Солардың бірі Чайка санатория еді. 1999-2000 жылдары Абдраман Қуанұлы Ақтөбе мемлекеттік медицина колледжін басқарды. Ол кезде колледж күрделі кезеңді бастан өткеріп жатқан еді. Ғимарат жөндеу жұмысын қажет етті. Мемлекеттен қаржыландыру аз болды. Студенттердің бір бөлігі ақылы негізде қабылданғанымен, халықтың төлем қабілетінің төмендігі бұл бағытта да қиындықтар туғызды. Бұл мәселенің барлығы оның колледж басшысы ретінде мойнына түсті. Соған қарамастан, ол оқу орнының жұмысын сақтап, ұжымның бірлігін қамтамасыз етуге және колледждің болашағына жағдай жасауға күш салды. Кейін Абдраман Қуанұлы облыстық медициналық мекемелерін медициналық техникамен қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз ететін медтехника ұйымын басқарды. Медицина саласын жақсы білетін басшы ретінде ол ауруханалар мен емдеу мекемелерінің нақты қажеттілігін түсініп, олардың материалдық техникалық жағдайын жақсартуға өз үлесін қосты. Өмірінің соңғы жылдарында денсаулығына байланысты еңбек қызметін тоқтатты.
Бірақ саналы ғұмырын медицина саласына арнаған Абдыраман Қуанұлының еңбегі мен адалдық болмысы оның отбасы, достарының, әріптестерінің, шәкірттерінің мәңгі жүрегінде сақталды. Абдыраман Қуанұлының ғұмыры атақ пен қызметтен бұрын адамға қызмет ету, адал еңбек пен жауапкершіліктің жолы болды. Оның артында еңбегі, шәкірттері, отбасы мен жүректе сақталған көптеген жылы естеліктер қалды. Халық даналық айтпақшы, орны бар оңалар деген. Бүгінде Қайрат пен Мираттан туған Айгерім мен Томирис есейіп, Олжас пен Ансар өсіп келе жатыр. Бұл жас ұрпақтар отбасының қуанышы мен жалғасы болып келеді.